Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Грузин елінің өте ерекше әрі танымал таңғы асы хачапури по-аджарскийдің ең сәтті рецептісімен бөлісетін боламын. Дәл осы рецепт бойынша қамыр өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма және Instagram парақшама жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырды дайындаймыз. Елеуші өткізілген ұнға тұз, қант және ашытқыны қосып, араластырып, сүтімізді құйып қамыр илейміз. Соңында үстіне сұйық майымызды құйып, қамырымызды илеп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Сол уақыт аралығында ірімшікті үлкен үккіштен өткізіп аламыз. Ең басты ескеретін шарт ол дәл осы хачапури түріне міндетті түрде сулугуни ірімшік түрін қолдану. Қамырымыз 2-3 есе көтерілді. Қамырды теңде 2 бөлікке бөлеміз және видеода көрсетілгендей оқтаумен 4-5 мм қалыңдықта жаямыз. Келесі кезекте дайындап алған ірімшіктің жарты бөлігін қамырға біркелкілеп сеуіп шығамыз. Кейін екі жақтан ортасына қарай орап, қайық тәрізді пішінге келтіреміз. Екі шетін ашылып кетпес үшін міндетті түрде осылай қысып шығу қажет. Қамырдың екінші бөлігімен де дәл солай қайталаймыз. Шеттері әдемі қызарып пісу үшін бір жұмыртқаны сәл шайқап араластырып, осылай жағып шығамыз. Хачапурилерімізді 180 градуста қызып тұрған пешке шамамен 15-20 минутқа қызарғанша саламыз. Кейін ортасына бір жұмыртқадан салып, пешке тағы 2 минутқа қоямыз. Біздің хачапури по-аджарски дайын, шынымен де өте дәмді таңғы ас болып табылады. Бұған дейін дәмін көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Алдағы уақытта сіздерді өте көп рецепттер күтеді. Жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат, баршаңызға сәттілік.